Сәлеметсіздер ма? Бүгін Отпа Ньюс KZ сайтының студиясына қонаққа психолог Дариға Назарова келді. Ол қазір жанұя отбасын қолдау орталығында психолог болып жұмыс істейді. Бүгін біз ерте жүктілік, суицид, мектептегі буллинг тақырыптарын қозғайтын боламыз. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Ресми статистика бойынша 2023 жылы бір жыл бұрын Маңғыстауда ерте жүкті болған 18 жасқа толмаған 1411 қыз бар. Жалпы ерте жүктілікке не себеп болады? Әлеуметтік факторлар ма, әлде отбасылық факторлар ма? Осы жайында толығырақ түсіндірсеңіз. Енді ерте жүктілік деген ол үлкен мәселе. Қазіргі кезде Маңғыстау облысы бойынша дұрыс айтасыз, үлкен мәселе болып тұр. Енді қараңыз, оған әлеуметтік те кетеді, сонымен бірге отбасылық та кетеді. Әлеуметтік неге? Себебі қоғамсыз баланы біз өмір сүргізе алмаймыз. Сол емес пе? Үйдегі тәрбиені әрине сыртқа шығарады, бірақ басқа балдар бар ғой тәрбиесін көрген. Олар сол өзінің тәрбиесін басқа ортаға алып келеді. Яғни бұл жерде ерте жүктіліктің ең бірінші себебі мына баланың психологиялық тұрғыда өзін дұрыс басқара алмағандықтан болады. Мысалы, қалай айтады, маған келеді, көп қыздар келеді, ерте тұрмысқа шыққандар, ерте жүкті болып қалғандар келеді. Әрине ол кейде өкінішті жағдайларға тап болады. Ажырасу, енді ажырасудан да бірінші орында тұрмыз ғой. Оның астына ал ол ертеңгі күні, сосын ертеңгі күні оның өзінің өмірінде өкінішті жағдайлар болады. Сондықтан қараңыз, кейбір қыздар үйдегі проблемадан қашып кетеді, себебі ата-ананың қысымынан қашады, немесе отбасында әртүрлі ішімдіктер бар. Енді әкелерінің жағдайларына қазір аналарымызда азғындық жолдарға түсіп жатыр, өзіңіз білесіздер. Сондай отбасынан қашатта ол ойлайды, бір проблемадан қаштым деп екінші проблемаға тап болады. Яғни ол не істейді? Өзінің үйде ала алмаған, әкеден ала алмаған мейірімін, махаббатын басқа біреуден іздейді. Бірақ ары қарай оның қандай жігіт екенін, ертеңгі күні ол менің өміріме жауап бере ала ма, ертеңгі күні деген мен онымен отбасы құра алам ба деген сұрақтар болмайды. Яғни ана проблема тұр, ол проблемадан қашатта жаңағы енді ол жігіттен мейірім, махаббат көреді. Енді білесіз ғой, өзіңізде жассыз. Басты кезде мейірім, махаббат ол шынайы түрде болғанмен басқа уақыт өте ол қызығушылық басылады. Сондай кезде әрине ең бірінші таяқ жейтін қыз бала. Бұл түсінікті, яғни бұл сол кезеңде болған дүниелер деп қарайық. Ал енді бұл мансабына, болашағына қалай әсер етеді оқушының? Мысалы, ерте жүкті болып менде мынандай қыз бала келді. Қазір ол 30-ға келіп қалған қыз бала қатты өкінішін айтады да, ауылдық жерде мектепте оқып жүргенде бір жігітпен танысады. Ол жігіт армиядан келген жігіт, шығарып салады, өте бір жақсы махаббат болады араларында. Сөйтіп жүргенде сыртқа шығып, енді ауылдық жерде білесіз, сыртқа шығып қызды зорлайды. Қыз жыныстық қатынасқа түскеннен кейін ойлайды, ол ерте маған үйленеді деп, бірақ ол жігіт үйленбейді, басқа біреуге үйленіп кетеді. Не істейді? Мектеп оқитын қызды келеді, бала уже уақыт өткеннен кейін оны ата-ана да білмейді, оның қандай айда аяғы ауыр екен, барып қалаға алып келеді. Қалаға алып келгенде болды, ештеңе істеуге болмайды, енді баланы өмірге әкелу керек дейді. Сөйтіп өмірге алып келеді, бірақ ата-анасы бұл қызға айтпайды. Алады да нотариально, енді білесіз ғой, жаңағы баладан бас тартқызып, баланы үкіметке беріп жібереді. Қыз бала әлі күнге дейін қарым-қатынаста бола алмайды ер адамдармен. Себебі жатсам да тұрсам да ойлайтын, сол менен алып кеткен бала маған өмір қызық емес, жағдайы жақсы, үйі бар, жұмысы бар, бірақ бір өкініштісі мен ешқашан бала сүйе алмаймын. Себебі мен өз баламды тастап кеткен үлкен психологиялық бұзылыста жүр. Түсінікті. Енді мектеп,
сосын социум, қоғам осы дүниенің алдын ала ма, шектей ала ма? Әрине, себебі бізге көп кезде білім жетпей жатады. Сосын қазіргі ата-аналар айтады, ой, жыныстық қатынас туралы әңгіме айтпаңыздар. Секс туралы айтпаңыздар. Біз үйде айтамыз дейді. Жақсы, ол үйде енді оның бір айтар. Бірақ барлығы ол туралы баламен сөйлесе алмайды. Себебі біздің ата-аналар дайын емес. Ең бірінші ата-ана дайын болу керек. Яғни қыз бала өсіп келе жатыр ма, ер бала өсіп келе жатыр ма, олармен өзінің яғни өмірінде жыныстық қатынастың болатынын, оған дайын болу керек. Ол кезде не істей алады? Яғни көптеген енді дәрігерлер бар, ювеналдық дәрігерлер бар. Мен алтын сақтап қыз деген бар, өте осы жұмыспен көп жақсы айналысады. Дәрігер өзі деген гинеколог. Сондай мамандарға апару керек. Өздері айта алмай ма, апарсын. Бұрынғы заманды қою керек қой бір жағынан. Кейде енді айтып жатады, әр заттың өз заманының жақсысы да болады, жаманы да болады. Әр кездің өзінің бір несі бар ғой, жаман жақсысы бар. Бірақ сол қазіргі кезде сіз біздің ата-аналардың проблемасы неде? Біз балдардың алдына шыға алмай жатырмыз да. Балдар біздің алдымызға шығып жатыр. Кейде ата-аналар келіп айтады, ой, мен міне қызыммен деген жақсы доспын, подружкамын дейді. Немесе балдарыммен жақсы. Мен айтамын да, кешіріңіз, сіз подружка бола алмайсыз. Себебі сіз деген бұның досы, подружкасы болып кетсеңіз, егер балаға қиындық жағдай болғанда ол сізге келіп айтпайды. Мәселесін айтпайды ғой, ойлайды ғой. Ата-анамда білімі өзімдей, алатын ақылы. Мен одан да басқа адамға айтам деп, басқа жол іздеп, сосын аузы күйіп жатады. Енді қазір көп біліп жатсыз ғой, қаншама, енді білмеймін, сіздер деген күнде естіп жатқан шығарсыз, мен күнделікті кездесем да, синтетикалық наркотиктердің бар, білесіздер, оның арасында былай наркотиктер бар, ішімдік бар, сосын жыныстық қатынасты деген басқаша қабылдап, оны кәдімгі күнделікті өміріне азық қылып жүргендер бар. Оның барлығының бір мәселесі бізде қалай қазіргі кездегі ата-ана, былай айтамыз, материалдық жағдайын толтырамыз. Енді айтады ғой, адамда жан тазалығы, тән тазалығы болу керек, тән тазалығы дейміз, тән тазалығымен беріп жатырмыз, материалдық жағдайын жақсы жасап жатырмыз. Жанына азық бере алмай жатырмыз ғой. Жанына азық деген қазір тіпті енді кітап оқу керек деп кейде айтасың ғой ата-аналарға. Жаңағы жақсы бір жырлар бар, бұрынғы лиро-эпостық жырлар бар, соны неге балдармен талдамасқа, жақсы кинолар бар, неге бірге қарамасқа десең, ой, апай, ол бұрынғы кез дейді да, қараңыз. Қазіргі кезге сіз не бере аласыз? Ең болмаса кітап оқыңызшы балаңызбен. Қазіргі ата-аналардың материалдық жағдай толып ойлайды, ертең күні мен материалдық жағдайын жақсартсам, ертең күні сіз балама тек ақша жасау, табыс табудың тек қана жолын үйретеміз десек, баланы сіздер жарты жетім қылып өсіріп жатыр ғой. Ертең күні ол тек қана материалдық жағдайды ойлайтын балаға жан азығы керек болады. Түсінікті. Ал егер жақын қатынас, процесс ашық айтыла бастаған кезде бұл нормаға айналып кетпей ме қоғамда? Дұрыс, сұрағыңыз өте дұрыс. Ол баланың жас ерекшелігін қарау керек. Сосын әр ата-ана өзінің баласын жақсы тану керек жарас. Баласын жақсы танығанда ғана ол мәселе туралы бала дайын ба, дайын емес па? Ата-анадан басқа кім білу керек? Мектепте де ол әңгімені жүргізе алмайды. Себебі қазір мұғалімдер, педагогтар қорқады. Артық бірдеме айтып қойсақ, ертең ата-анасы келіп айқай шығарады деп. Сондықтан ата-ана өзінің баласын жақсы тану керек. Қазір балама не керек? Қандай тақырып керек балама? Әр бала әр түрлі ғой. Мысалы, бір бала, айтайық, 5 бала 14 жаста дейік. 5 баланың жас мінезі бөлек болады, мінез құлқы. Жас ерекшеліктері бірдей болғанмен, олардың қабылдауы, ақпаратты қабылдауы бөлек болады. Бір бала кішкентай бала сияқты өсіп жатады, бір бала есейіп кетеді. Қазір біздер деген диагноз бар ғой, ерте есею деген диагноз қойып жатырмыз, психологтар. Яғни раннее созревание дейді, ерте жетіліп кету да. Ондай кезде айтылу керек. Оны сіз айтпасаңыз, ол қайдан біледі? Ол тек қана мына әлеуметтік желіден біледі. Әлеуметтік желідегі ақпараттың барлығы 100% дұрыс емес екен, сіз де білесіз, мен де білем, солай емес па? Ата-ана да білу керек осыны. Сондықтан айтады ғой, ащы шындық болса да, бала бірінші ата-анасынан есту керек.
соны түсіндіру керек. Яғни жақсы, енді сіз оны қыз болсын, ұл болсын байлап отыра алмайсыз ғой үйде. Ол барлығы бүгін жаңағы баланың ісінің бәрі түзде ғой. Сіздің үйіңізде басқаша болғанмен, ол сыртта бала басқаша. Яғни ертеңгі күні жыныстық қатынаста түсіп жатыр ма, түспей жатыр ма, оны да білмейміз. Жаңа СПИДтің орталықтары да бар. Мысалы, оларда қазір деген жаңа СПИДтің өте жасайып жатқан қыздар айтып әңгімелесеміз сондай. Ол деген тек қана сіздіңге, тек менің отбасымда болмайды деген сөз жоқ. Қоғамда болғасын, ол сіздің есігіңізді қақпайтынына кім кепілдік береді? Түсінікті. Енді жаңа сіз СПИДпен ауыратын адамдардың орташа жасы жасарып жатыр, азайып жатыр дейсіз ғой. Ал енді бұл ақпараттардың барлығы негізінен құпия сақталады. СПИДке тест тапсыру және оған ауыратындардан бару, яғни анонимді болады барлығы. Ал енді сіздің бағамдауыңызша бұл неше жасқа дейін төмендеген жасы? Енді мен енді олармен кейде келіп жұмыс жасаймын ғой солармен. Өкінішке орай 17-18-ге барып жатырмыз. 17-18 жас. Түсінікті. Енді мектептегі балалар арасындағы бұл проблемадан, енді ерте жүктілік тақырыбынан суицидке ойыссақ, бұл енді адамның мәжбүрлі түрде, кейде өзі саналы түрде өзінің жанын қиюы. Жалпы бұған қандай себептер бар мектеп оқитын балалардың? Және бір қызығы, Қазақстан әрқашан үштікті бермей келатыр әлем бойынша өзін өзі өлтіруден. Сосын 2023 жылы, осыдан тура бір жыл бұрын, 11 адам Маңғыстау облысында 11 оқушы суицид жасаған. Осының себептерін айтсаңыз. Енді қараңыз, сіз дұрыс, ерте жүктіліктің арты да суицидке апарады. Сіз оны біліп жатсыз ғой. Себебі аяғы ауыр болып кеткен қыз балдар кейде шешімін таба алмайды. Шешім тек өлім деп ойлайды. Суицидке апаратында бір жол сол. Екіншіден, суицидті енді білмеймін, қазір қалай зерттеліп жатқанын. 2019-ға дейін мен сол суицидтің бүкіл зерттеп, Маңғыстау облысындағы жасөспірімдер арасындағы суицидті нақты зерттеген адамдардың бірімін. Мен ойлаймын, одан әлі асып кеткен жоқ. Ол цифрларда ешқашан асып кеткен жоқ. Себебі деген қазіргі ата-ана өзінің дамытуымен жүр. Маған келетін жас келіншектер, енді ер адамдар білесіз, көбіне айтады ғой, еркек түздікі, әйел үйдікі дейді. Әйел адамдар үйде отырып қалады да, келеді, дамиын деп едім, өзімді дамытқым келеді дейді. Сосын мен былай айтам, сіздің балаңыз бар ма деймін. 3 балам бар, 4 балам бар, 2 балам бар деп жатады. Сіз ең бірінші балаңыздың тәрбиесімен айналысыңызшы, сонда сіз де дамисыз. Дұрыс емес пе? Енді әрине әлеуметтік мәселе, қаражат мәселесі біреуге жетіп жатыр, біреуге жетпей жатыр. Ол да сол жаңағы біздің жастарымыздың әлі де үйде бала тәрбиесіне көп көңіл бөле алмайтындардың бір себебі сол. Оны білесіз, енді қаражат бәрімізге керек. Ал екіншіден, ата-ана өзімен өзі болып кетті қазіргі кезде. Өзін дамытады, жаңағы әлеуметтік желілердегі біреулердің киген киімін кигісі келеді, біреулердің барған кафе ресторанына барғысы келеді, бірақ оған мүмкіншілігі бар ма жоқ па деген сұрақты ешкім қоймайды. Бала өз-өзімен үйде таңертең кешке дейін өз-өзіне беріліп жатыр. Оқшаулану. Көріпсіз, ең бірінші суицидке баратын жол оқшаулану. Егер бала өз-өзімен болып кетіп жатса, оқшауланып, ешкіммен сөйлескісі келмей, жаңағы компьютердің алдынан шықпай, немесе жаңағы әлеуметтік желілердегі көріп жатқан нәрселері өзіне сай емес, жас ерекшелігіне сай емес болып жатса, ол суицидке баратын бала. Енді суицидке барып қайтыс болғандарды зерттеу мүмкін емес, жарас. Бірақ суицидке баратынға дейін ой болады ғой. Сол ойдағы балаларды зерттеуге мүмкіншілік бар. Негізі білім басқармасы болсын, мына барлық мекемелер, жаңағы ішкі саясат болсын, жастармен жұмыс жасап жатыр ғой. Барлығы бірігу керек. Бірігіп біздің жастардың арасындағы қандай проблемалар болады.
жаңағы сөзден гөрі іске көшу керек та. Сонда суицидті азайтамыз. Суицидті азайтуға болады. Жаңағы бұрынғы ой болды, енді өлім келді ма, өледі деген мәселені қою керек. Мен ана суицидпен жұмыс жасағанда миф қой оның бәрі. Ажал келіп тұр ма? Ол ажал Құдайдан келіп тұрған жоқ қой, адам өзіне жасап тұр ғой. Ажал Құдайдан келіп тұрса, онда ешкімнің, сіздің де менің де жаңағы күшіміз жоқ. Ал адам өзінің қолынан жасап тұрған нәрсені реттеуге болады ғой. Сондықтан қазіргі енді ақылшы болып қой. Мен айтамын ғой, бәрі ақылды бізден басқа деймін ғой. Сол ақылшылардың ақпараттарын ата-ана бірінші қарау керек. Мына адам не туралы айтып жатыр? Ол діни тақырып болсын, ол психологиялық тақырып болсын, ол әлеуметтік тақырып болсын, ең бірінші мына менің балам нені қарап отыр? Менің балам неге қызығады? Міне баланы тану осы жерден басталады. Баласын дұрыс таныған ата-анада проблема болмайды. Енді әртүрлі енді қоғам түсінікті орта ол болады. Мына оқшауланып кеткен балдар өздерімен не жасайды екен? Жаңағы бір группа жасап алады екен. Сол группада өздері жаңа бірге өлейік. Бәріміз бір уақытта, бір сағатта өлейік деген жаңа тақырыптар болады. Маған алып келеді балдар, сонда деген ол тек қана бір адамды емес, кейде деген 3-4 адамды өмірін сақтап жатамыз. Бұл Қазақстанда бар ма осындай топтар? Енді Қазақстан дегенде кеше алдында бір қыз келгенде, ол орыс қыз, анау Белоруссияда тұрады. Группа, екеу группа жасап алған. Ана қыз айтады, мынандай уақытта екеуміз өлеміз. Көріп ма? Екеуінің де суицид жасайтын өлімі бірдей болу керек. Көрдің бе? Ал ата-ана білмейді. Қызының Белоруссияда біреумен сөйлесіп отырғанын білмейді. Түсінікті. Жаңа сіз зерттеу жасадым дедіңіз ғой. Бұл зерттеудің тақырыбы қалай, кім қаржыландырды? Бұның зерттеу әдістері қалай, методтары, сол жайында айтсаңыз. Иә, енді қараңыздар, жаңағы Қазақстандағы ЮНИСЕФ-тің өкілі болды. Ол кезде 2015 жылы жаңа жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алу үлкен жоба болды. Сол жоба аясында зерттелген дүниелер. Сонда енді ол зерттеулер әр облыс бойынша болған шығар. Маған енді ЮНИСЕФ-тен осылай зертте деген тапсырма болған жоқ. Бірақ мен үшін неге осы біздің Маңғыстаудың жастары, балалары өлу керек? Ол не себеп болады деп мен өзім соны зерттедім. Маңғыстау бойынша, мен басқа Қазақстан бойынша зерттеген жоқпын. Маңғыстаудағы жаңағы бізде енді нелер болды, сауалнамалар болды. Енді ол кезде ол сауалнамаларға көп қарсы шыққан адамдар да болды. Енді маман ретінде ең бірінші айтатын едім, сол кезде ата-аналар бүйтіп айтқан, бала өзіне қол жұмсаған келе ма деген сұрақтар неге қойылады депті. Енді ол біреу қабылдайды, біреу қабылдамайды, ол әртүрлі ғой. Бірақ сол кездегі балаларды біздер 1056-дай баланы шығарып, суицид ойы бар, яғни суицид туралы ойлап жүр деген балаларды шығарып, солармен жұмыс жасағанбыз. Соның ішінде ата-аналар қарсы болғаны бар, болмағаны бар. Болмаған 857-дей баланы зерттедім. Яғни бүгін ертең мен өлем деп отырған бала ғой енді. Соларды зерттеп, сол кезде зерттеулер кезінде де, оның ішінде жасөспірім 2015 пен 2019-да мен тек қана жасөспірімдермен жұмыс жасадым. Енді онда әдейі жаңа тереңірек зерттейсің ғой. Сол кездегі зерттегендегі мәселе 56-7% ата-ана өзінің мәселесі туралы ешкімге айтпайды. Бала ата-анаға айтпайды. Ешкімге айтпайды, ойлап қараңыз. Тіпті жартысынан көп бала, қазіргі кезде де сол бар, қазір тіпті тұйықталып кетті балалар. Себебі балалардың барлығы әлеуметтік желіде. Қазір енді 70% бала өз мәселесі туралы ешкімге айтпайды десем қателеспеймін деп ойлаймын. Солдан өстіресіз ғой сіз? Әрине өсті. Біз осы интервьюдің алдында сөйлескенімізде сіз айттыңыз, осынша пайызы және мына пайызы, осынша пайызы әртүрлі себептер дедіңіз. Соны толығырақ айтып берсеңіз. Мысалы, қауіп қатер тобындағы 857 жасөспірім зерттелді дейік. Соның 58-де 8% қыз балалар. 41-де 2% ұл балалар. Енді қараңыздар, қыз балалар көп ойланады, өлімге бірден шешім қабылдамайды. Ал ұл балаларда не қорқынышты?
олардың жаңағы мінез құлқы, ер балаға сай мінез құлқына байланысты олар қызбалық, тез шешім қабылдағыш қой. Бұлар тез шешім қабылдайды, яғни бірден өлімге барады. Сондықтан ер балалардың арасындағы суицидке бейімдерді сақ болу керек, бейімдерге сақ болу керек. Екінші, соның ішінде кейде бізде мынандай қате ұғым болады. Мүмкін ата-аналар ажырасқан шығар, бір ата-анасы жоқ шығар деген дейді. Оны зерттегенде 76% толыққанды отбасыдан шығып тұр. Яғни бұл отбасылық жағдайға ешқандай қатысы жоқ. Қатысы болмай тұр, иә. Енді біздің зерттеулерге, бірақ қазіргі кездегі ажырасу көп. Ажырасу, мысалы, мектептегі жартысынан көбі ажырасқан ата-аналар. Ол да үлкен бір проблема. Білесіз ғой енді. Ары қарай 19-да 7 бала бір ата-анасымен ғана тұрады. Жаңағы суицидке барам деген балдар зерттеліп жатқан. 3% басқа тумаластарымен тұрады. 0,4% асыраушыларымен, яғни приемный семьяда солармен тұрады. 0,7 балалар үйінде тұратындар. 43,8 жалғыз іні қарындастары жоқ, жалғыз балдар. Үйдің жалғызы. Үйдің жалғызы. Ол да көріп тұрсыздар, жаңа статистика қандай болып тұр. Ары қарай, кейде осыларды зерттегелі қандай проблемалар бар дегенде, енді 2019-ға дейін 9,5% солардың діншіл. Иә? 10%. Тек қана 10% ғана. Енді дінде былай айтылады ғой, жаңағы өз-өзіне өлім жасаған адам тозаққа барады деп, ол да кішкене тоқтау салатын сияқты да, мысалы. Так, 17-де 3 діншіл емес балдар. Жаңағы 65-те 8 жасөспірімнің экономикалық жағдайы жақсы деңгейде. Бізде қате болады. Жағдай жоқ, жаңағы мүмкін жетіспеушілігінен барады деп ойлайды да. Әлеуметтік жағдайынан да. Оны көріп тұрсыз, ол кезде ондай жоқ. Енді қазір білмеймін. 9% экономикалық жағдайы нашар. Жаңағы суицидке барам деген адамдардың тек 9% ғана. 59-да 7% жасөспірім өзінің мәселесі туралы ешкімге айтпаған. Жартысынан көбі. Иә, жартысынан көбі. 60%-дай ғой. 50% құрбы құрдастарымен бөліскен. Мен өлем деп айтқан, өлгім келеді деп. 25-те 6% тек қана ата-анасына айтқан. Енді 5-те 8% мектептегі мұғалімдерге, яғни психологтарға айтқан. Сонда 800-ден аса баланың тек ширегі 4-тен бірі ғана әке-шешесімен бұл жайында сөйлескен. Сөйлесіп тұр. Көріп тұрсыздар ма? Яғни өзінің мәселесі туралы. Сосын былай ғой, ата-анаға айтқанда обесценивание, яғни жаңағы баланың мәселесін бағаламайды. Ол балаға қалай жанына батып тұрған туралы ешкім мәселе қозғамайды. Мән бермейді. Мән бермейді, дұрыс айтасыз. Енді жаңағы айтып жатырмыз, неге ол бала түседі, психологиялық тұрғыда неге ол суицидке түседі дегенде, 3-те 56% эмоционалдық көңіл күй. Эмоционалдық көңіл күй деген бала өз-өзінің басқара алмайды жаңа психикасын. Ашушаң болады, немесе сонда ер балдар тез шешім қабылдағыш болады да. Соның ішінде қыз балдар эмоционалдық түрде өзіне көп назар аударған жақсы көреді, внимание жетіспейді жатады деді, соған байланысты. Так, 2-де 95% тәрбиеге байланысты. Әртүрлі жаңағы педагогикалық запущенность деп атамыз, тәрбиенің жетіспеушілігінен. Кешіріңіз, сонда менің түсінгенім бұл жерде суицид жасауға, жалпы тәрбиенің жасамауға, яғни бұл әрекетке тәрбиенің рөлі өте аз болып тұр ғой. Өте аз. Өте аз. Өте аз. Себебі деген кейде былай ғой, жақсы отбасынан барлығы жетіп тұр, бірақ бала суицид жасады. Ата-анасы бар, толыққанды отбасы. Менде бар сондай суицидтік оймен келгендей. Шүкір, отбасында әкесі де бар, шешесі де бар, ортасы бар, ағайын тумасы бар, экономик жағдайы жақсы, барлық жағдайы бар, бірақ балада психологиялық, яғни оған ешкім жанына үңілмейді, содан болады. Енді 3-те 65% құрбы құрдастарымның кесірінен суицид жасағысы келеді. Енді мен ойлаймын, соңғы уақытта жаңа буллинг көбейіп жатыр ғой, соған байланысты бұл пайыз көбейген шығар енді. Зерттеп жүргендер болса, сұрау керек. Так, енді қараңыздар, ең бір сорақылығы кейде ересектердің кесірінен болып жатады. Ол мектептегі мұғалімдердің қарым-қатынасынан. Мысалы, 13-те
97, енді 14%-дай жаңа мектептегі педагогтармен келіспеушіліктен болып жатады. Ол да үлкен мәселе. Енді ол экономикалық мәселе. Себебі біздің әлі де мына педагогтарымызды баламен қарым-қатынасқа үйретуіміз керек. Көріпсіздер, көп, енді олардың да выгорание дейді ғой. Қазір барлығы шаршап жүр жұмыстан. Кез келген адам түртіп қалса, барлығы шаршап жүр. Ал шаршаудың артында міндетті түрде не болады? Яғни агрессия болады. Ол ашуланшақ болады, ол баланың сөзін көтермейді. Мысалы, содан бала оны түсінбейді, оның шаршап тұрғанын, ол педагогтың қандай жаңа отбасында қандай проблемалар болып жатқанын ол бала түсінбейді ғой. Ары қарай 6-да 96 қоғамдық қарым-қатынас. Кейде мысалы болады балалар, мені ешкім түсінбейді деп келеді. Так, тұра тұрыңыз, нақты айтайық, кімдер түсінбейді дегенде, ол келе жатқанда адамдар да мені түсінбейді, мектепке барсам да түсінбейді, немесе жаңағы секцияларға да барғанда, кружоктарға барғанда ешкім мені түсінбейді деп шығады. Онда 84% ата-ананың келіспеушілігінен. Яғни 11%-ға жақын ата-ананың келіспеушілігінен болады. Сонда суицид жасағысы келген адамның 10 адамның тек біреуінде ғана әке-шешесінің арасында проблема бар. Келіспеушілік. Сосын 11-де 83% ғашықтық сезім. Енді жасөспірім кезде деген жаңағы жақсы көру деген мәселелер көтеріледі ғой. Оны да біз ата-ана айтпаймыз. Былай айтады. Жаңағы бір қыз келді, маған айтты дейді. Ой, енді айтқан ғой, мен бір баланы жақсы көріп қалдым, симпатиям бар десе, шешесі бүйтіп айқайлайды дейді. Ей, саған әлі ерте жігіт туралы ойлау. Не ойлап жүрсің? Мен сенің кезіңде сабақта ойнап жүрдім далада деп айтады дейді. Енді қараңыз, ол кезде енді баланың жаңағы өз мәселесі өзіне құнды болып тұр ғой. Ал ата-ана келеді де оны құнсыздандырады. А неге сөйлеспеске? Кімді жақсы көрдің? Қандай қасиеттеріне қалай жақсы көрдің? Қандай мінез құлқы жақсы? Неге сен сол басқа балдардан неге соны таңдадың деген жақсы бір сұрақтар болғанда, бұл мәселені де шешуге болады ғой. Ары қарай бақталастық 11-де 28% бақталастық конкуренция. Енді бұл қазіргі кезде көбейеді. Неге? Себебі біздер деген нені үйретеміз? Балдарға ақша жасауды үйретеміз. Жұмыс жасау керек, табыстау керек, табыстау үшін сен бүйтуің керек, ағылшынды оқуың керек, немесе басқасын оқуымыз керек деп бүкіл жаңағы энергияны соған құйып қоямыз да, баланың жанына ешкім үңілмейді. Бақталастық, ана үйде деген балаға мынандай, сен деген кереметсің, сенің қолыңнан бәрі келеді деп, ананың деген жаңағы коучтеріміз тағы бар ғой, оған жақтап жатқан. Ананы алады да оның арманын мынандай қылып жаңағы шыңға шығарып қояды. Бірақ ол балада енді мынау шың тұр, балаға баратын жол жоқ қой. Балада әлі білім жоқ. Яғни бизнес жасауға әлі дамымаған, адамдармен қарым-қатынастың өзі ең бірінші бизнес жасайтын адамдармен қарым-қатынасты реттеу керек. Оның барлығы жоқ, мынау бала мына жерде тұр. Не істейді? Бала құлайды ғой. Бала құлағасын ең бірінші өлімді ойлайды. Себебі бала үшін басқа проблеманы басқаша шешу мүмкін емес деп ойлайды. Міне осындай мәселелер бізде бар деп ойлаймын. Әлі де оның зерттеулер болса, соңғы зерттеулерден мен таба алмай жүрмін. Кім зерттеп жүргенін де білмеймін. Мына қоғамдық қорлар бар, суицидтермен жасап жүрген. Енді олардың да жаңағы зерттеулер мен көріп жатқаным жоқ. Түсінікті. Енді бұл қоғамдық қорлар болсын, бұл енді мемлекеттен тапсырыс алып жасауы мүмкін. Бірақ енді үкімет, білім басқармасы, министрліктер, нақты айтқанда орта білім министрлігі осы мәселені зерттеуге құлықты ма? Қандай да бір инициатива бар ма солардың тарапынан? Енді мен білім басқармасында жасамағасын, қазір мен ол білмеймін. Біріншіден болса болып жатқан шығар. Ал бірақ маған келетін балдардың ішіне мысалы суицид дейік, кешеде жаңағы облыстық көлемде өте қызығушылық көрсетіп жатыр негізі суицидке, буллингтерге. Ойлаймын, алда енді жұмыс жүретін сияқты.
себебі облыстық әкімшілікке де жақсы мамандар келіп жатыр. Мен кеше ғана оған көзім жетіп жатыр. Сондықтан ол мәселе туралы алда сөйлесетін шығармыз. Яғни ол мәселе көтеріледі деп сенемін. Ал былай енді министрлікте не жасап жатқанын мен білмеймін. Түсінікті. Енді жаңа сіз айттыңыз ғой, жалпылама ішкі саясат басқармасы болсын, мектеп, ата-ана барлығы бірдей жұмыс жасау керек дедіңіз осы мәселелерді жою үшін. Бірақ нақты айта аласыз, міне осылай жасасақ мына дүние азаяды. Егер мынаны жасасақ мына дүние азаяды деген сияқты мәселен басқа мемлекеттердің практикасымен салыстыра аласыз ба? Енді былай ғой, мен көп оқимын, шетелдердің де мәселелерін, соның ішінде балалардың мәселесін көп оқимын. Қазір айтып жатыр ғой, қылмыстық жауапкершілікке мысалы қазір 14 жастан еді, енді 12 жастан деп жатыр да. Неге? Себебі бұрынғы 5 жыл бұрынғы 14 жастағы балдардың жаңа мінез құлық, жас ерекшелігі, жаңа қабылдауы барлығы қазір 12 жас. Акселерация, прогресс жүріп жатыр. Қазіргі балдар, мысалы, сіздің кезіңізде 12 жаста сіз қандай болдыңыз? Қазіргі 12 жастағы баламен сіз өзіңіз салыстыра алмайсыз. Дұрыс қой? Сондықтан оның барлығын егер білім басқармасы болсын, әкімшілік болсын, ішкі саясат барлығы мына үкіметтен тапсырыс алып отқан қоғамдық қорлардың барлығы бірігіп жұмыс жасаса, шешім болады. Неге болмайды? Мамандарды алып келсін. Мысалы, қараңыз, бір семинар, суицид туралы семинар жасайды, ол 1 сағаттық. Ары кеткенде 1,5 сағаттық. Сіз 1 сағат пен 1,5 сағатта суицид мәселесін шеше аласыз ба? Сондықтан нақты жұмыс жасау керек, точечный жұмыс керек та, нақты. Мысалы, жарас, мында кел, мен қандай проблема бар, мен сенімен жұмыс жасаймын десе, сонда нәтиже болады. Ал ат үсті тек ана жақтан семинар, мынадан жиналыс жасағаннан пайда жоқ. Яғни күлтөбенің басында күнде жиынды жинай берудің қажеті жоқ. Нақты жұмыс жасау керек. Енді бұл мәселе туралы да кеше жаңағы облыстың мамандары бар екен, жақсы бұсын қозғап жүрген. Мен соларға да айттым. Одан да біздер 1000-ды жинағаннан бір адамға көмектесейікші деймін да. Сонда ол психологиялық тұрғыдан болсын, жаңа физиологиялық тұрғыдан болсын, өзін қорғай алатын мықты азаматша шығаруымыз керек. Жаңа сіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, суицидтің негізгі себептерінің бірі буллинг дедіңіз. Мектептегі балалардың бір-біріне тиісуі, әлімжеттік жасауы. Жалпы буллингке не себеп болады? Енді қараңыз, маған соңғы осы жаздан бері буллингке тап болған құрбандар көп келуші болып кетті. Нақты саны? Нақты саны. Міне, мен 3 айда кеше сіз айтқаннан кейін зерттеп қарасам, 3 айда маған 12 адам келіпті. 12 бала келіпті. Сол буллинг ол әртүрлі. Буллингтің өзі қалай ересек тарапынан болуы мүмкін, тек қана балдардың арасындағы да емес, балдардың арасындағы болуы мүмкін, буллинг ата-анадан болуы мүмкін. Енді ол үлкен мәселе да, зерттелетін. Неге буллингтер жасаушы бізде былай қызық, біздің қоғамымыз бар ғой өзі, мамандарды көп жинау керек. Мысалы, психологиялық тұрғыдан шешетін мамандар болса, сонымен жұмыс жасау керек. Ана коуч, ат үсті тек келіп кетушілерді қою керек. Келіп кетушілер бүгін күніңдегі мәселені 1 сағат, 2 сағаттық мәселені ешқашан өмір бойы шешілмейтін нәрселерді шеше алмайды. Енді буллингке түсуші құрбандарды біздер деген былай айтамыз. Өзің не? Өзің әлсізсің. Не сенде тап бер? Ата-аналар солай айтады. Өзің не, қарсы шыға алмадың ба? Деп. Енді 30 адамға сіз қарсы шығып көріңізші. Қарсы шыға аласыз ба? Жоқ. Әрине. Яғни біздер жаңағы құрбанды жақтамаймыз да. Мектептегі мұғалімдер де сондай ғой. Менде ана жылы мекен бір мәселе болды, алдыңғы жылы мекен. Былай, мысалы, мектепте құрбан болып отырған, буллингке түсіп отырған баланы жақтамайды. Жаңағы мектепте, сынып жетекшісі де, оның ішінде басқа жаңағы әкімшілігі де көпшілікті жақтап тұрды. Ана баланы психикалық түрде ауытқуы бар деп ПМПК-ға жіберіп отыр. Міне сұрақ. Яғни ол бала өзін ұстай алмайды. Буллинг болып жатқасын, ол бала деген ана буллинг жасап жатқан адамды итеріп жібереді да, ол барып жаңағы есікке құлайды, есік ашылып қалады. Сондай мәселелер болады да. Енді қараңыз, барлығы кінәні құрбанға салып отыр да. Victim blaming.
яғни құрбанды. Иә, викинг блейминг дей ма? Иә, қазіргі біздің немізді терминдеріміз, иә, сондайға болады да. Неге сол кезде мысалы ата-анасын шақырсын, барлық ата-ананы шақырып, сол жерде мәселені талқылағанда, ана балаға мүмкіншілік беру керек. Біз тыңдауды қойдық қой, тыңдай алмаймыз. Біз қазір ата баланы тыңдай алмаймыз. Бала түгіл, жаңа өзіміз тыңдай алмаймыз жоқ қой. Балаға мүмкіншілік берсін айтуын, оның ата-анасына барлығы сол жерде болсын. Ертең күн мен баламен сөйлесейін, бала бүйтіп айтты, ана баламен сөйлесіп едім, мынау бүйтіп айтты емес, сол жерде әділдік болу керек. Әділдікпен шешіп кетуге болатын еді, оны ПМПК-ға жіберген. Сап-сау психологтар дені сау адамды ПМПК-ға жіберіп отыр. Мен енді оның ата-анасы сотқа берсе, сотталады. Бірақ шүкір ол жерде енді баламен жұмыс жасап кеттік, құрбан баламен. Қазір бала өз-өзіне деген сенімділігі мықты, одан кейін тіпті олимпиадаларға қатысып кетті ол бала. Үшке оқып жүрген бала. Ойлап қараңыз. Сондықтан бұл мәселе үлкен, кең түрде таралу керек. Ол мына ең бірінші жаңағы білім ордаларындағы мұғалімдерге ақпарат беру керек. Буллингтермен қалай жұмыс жасау керек. Соның инструментін беру керек. Бұл қолданыста бар ма қазір бұл? Енді оны білмеймін ал мен. Өзім көзіммен көрмегесін оны айта алмаймын. Түсінікті. Оны түсінгеніміз жалпы бұған бір себеп болатын дүние. Бұл құрбандарды жазғыру, кінәлау. Бұл бірінші себеп делік. Екінші, үшінші себептер мысалы. Енді қараңыз, буллинг жасайтын балада қазір енді ажырасу көп. Мен буллингке құрбанды да зерттеймін. Жаңағы агрессорды да зерттеймін. Агрессор баланың үйінде ажырасу бар. Үйде әке жоқ. Ол не істейді? Защитный реакция дейді ғой, қорғаныс механизмін жібереді. Яғни менің әкем жоқ деп айтпасын деп, ол саналы түрде емес, бейсаналы түрде өзін қорғап бастайды. Комплекс. Комплекс, иә. Ол келеді, агрессиясын келеді, мектепке көрсетеді. Бір мәселе. Екінші, енді ол әртүрлі, тек бастыларын айтайық, иә. Үйде балаға үлкен қысым көрсетіледі. Үлкен қысым көрсетілгеннен кейін бала үйде ата-анаға күші жоқ, қарсы шығатын, әкесінен қорқады немесе шешесінен қорқады. Ол келеді, іштегі ашу ызасын мектептегі балаларға көрсетеді. Буллинг қайдан шығып жатыр, көріпсің? Сосын енді әр семьяда әртүрлі ғой. Біреу бүйтіп айтады, кішкентай күні, әй сені біреу ұрды ма, ұр, таяқ жеп тұрма дейді. А біреу жоқ, сені ұрды ма, ұрма. Қайта басқа шешетін мәселені қарау керек. Енді біздер біреу балдар боқтап жатса да күлеміз ғой. Ол күлетін нәрсе емес қой енді. Боқтап, ол бала жер-жебіріне жетіп жатыр. Сонда біздің адамдығымыз қайда? Біз негізі айтады ғой, жан жануардан қандай ерекшелігіміз бар? Біздің санамыз бар. Сол санаға салу керек та, ақыл, парасат болу керек қой. Барлығын агрессор қылып, барлығын боқтатып қойсақ, онда ойлап қараңызшы, заманымыз қандай болып кетеді. Енді балабақшада қалай болатынын білмеймін, бірақ мектепте буллинг көрген бала, қатарластарынан азап көрген бала, таяқ жеген бала, содан соң университетте бұл нәрсе қайталанып жатыр. Сосын әскерде де бұл қайталанып жатыр. Бұның жалпы салдары қандай болуы мүмкін? Осыған қатысты жасалған зерттеулер бар ма әлемдік деңгейде? Хабарыңыз бар ма осыдан? Енді қараңыз, мен бір Швецияның ғалымы сол буллингті зерттеген, 70-ші жылдары зерттелген зерттеу. Енді біздің зерттеулерді мен әлі көрген жоқпын Қазақстандағы. Негізі буллингтің барлығыны мына балабақшадан басталады ол. Қалай болса да, мен өзім жаңағы эмоционалдық интеллект дейді, бір балабақшаға аптасына 2 рет барып жұмыс жасаймын. Себебі ақылы кіріп, ата-анасының тәрбиесін алып қалған баланы жөндеу өте қиын ғой. Ал балабақшада эмоционалдық интеллектті дамыту үшін жұмыс жасап жатыр. Эмоционалдық интеллект дегеніміз не? Эмоционалдық интеллект дегеніміз бала өзінің психологиялық түрге, физиологиялық түрге өзін қорғай алу, өзінің психикасын басқара алу. Сонда қараңызшы, өзін басқара алатын, өзін жақсы танитын бала, өзіне не керек, не керек емесін білетін адам, мынау қажет емес, мынау маған ертеңгі күнде өміріме зиян болатын білетін бала дұрыс бала болып шығады ғой. Соған үйретуіміз керек балдарға. Ал агрессияны
істей берсек ертеңгі күні соғыстың барлығы неден болып жатыр? Осы агрессорлардың кесірінен болып жатқан нәрсе емес па? Ол әскерден кейін ол отбасында көрсетеді. Отбасында өзінің агрессиясын көрсетеді ертең. Ұл болсын, қыз болсын. Қазіргі енді қыздарымызда кішкене еркек шора болып кетіп жатыр ғой. Оның да ар жағындағы тәрбиесінде агрессияның барлығынан. Яғни оның психикасы көтере алмай қалады. Біз қазір біздің миымыз шексіз емес. Біздің миымыз деген, мысалы, менің миым деген 60% ақпарат көтеретін болса, мен оған 100% ақпарат, 200% ақпарат беретін болсақ, біздің миымыз жарылады ғой. Біз қайдағы оны? Онда біз агрессияның барлығын содан шығарамыз ғой. Мына әлеуметтік желілердегі көп ақпараттың бары дұрысы бар, бұрысы бар. Барлығын осы дұрыс екен деп қарай беруге болмайды. Өзін шектеуге қою керек, қалай оғанда. Әр адам өзін шектеу қою керек. Түсінікті. Ал егер суицид жасау ойында бар адам, буллинг көріп жүрген адамдар, немесе жаңағы ерте жасында мектеп оқып жүрген кезінде жүкті болып қалған адамдар осындай проблеманың ушығуынан сақтану үшін не істеу керек? Ең бірінші, ата-ана өзін психологиялық тұрғыда білімін дамыту керек. Баламен қарым қатынасы жақсы болу керек. Баласын ең бірінші жақсы тану керек. Менің балам қандай? Мен балама қандай қарым қатынас жасасам нәтиже болады. Мысалы, бір балаға айқайласаң, ол айқайлап ұрсатын болса, қабылдауы мүмкін, жақсы, ата-анаммен қабылдап тұрым, ата-анаммен айқайлайды ғой деп. Ал бір бала қыз ба, эгоистігі басым бала не істейді? Барады да өледі. Оны көтере алмайды, ата-ананың да сөзін көтере алмайды. Сондықтан ата-анада басқа бір қарым-қатынас жолын іздеу керек, подход іздеу керек. Әр ата-ана, мен айтамын ғой, әр ата-ана бірінші өзін танып алсыншы. Өзін танып алғанда, өзін эмоционалдық интеллектін өзі дұрыс жолға қойса, яғни өзін басқара алатындай, өзіне керек нәрсені, өзіне ұнайтын нәрсені білетін, өзінің шаршағанын немесе өзінің қай кезде релаксация алып, қай кезде демала алатын білген ата-ана, ол балаға да соны береді ғой. Өзінде жоқ нәрсені қайдан бересіз? Мен сізге айтсам, мына костюміңіз ұнап тұр, пиджагыңызды маған беріңізші, берем. Ал айтсам, жарас сізге деген, маған басқа қара пиджак керек, қара пиджак берші, сен де жоқ нәрсені бере алмайсың ғой. Сол сияқты ең бірінші ата-ана өзінде бар нәрсесін дұрыстау керек, содан кейін ғана баланың тәрбиесіне көшу керек. Құрметті Дариға Мәдемханқызы, Отпа Ньюс KZ сайтының студиясына келіп, ойыңызбен, пікіріңізбен, кәсіби біліміңізді бөліскеніңіз үшін көп рахметімді айтамын. Құрметті Отпа Ньюс KZ сайтының оқырмандары, YouTube арнамызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, Отпа Ньюс KZ-тің сайтында қарай жүріңіздер. Аман сау болыңыздар.